Сәлем лаймстар! Бүгін сендермен клип пен фотосессияның артында не болатынын көрсеткім келеді. Әр клип макияждан басталады. Бұл тек әдемілік үшін емес, бұл образдың мінезі. Айдол болу тек киім емес, сол образға сену. Қылқаламның әр қозғалысы, түстің әр таңдауы концептке қызмет етеді. Кейде шаршайсың, кейде күлесің, бірақ айнадан айдолды көргенде бәрі ұмытылады. Түсірілім алаңы әрдайым тыныш емес. Қайта-қайта дубль, қателік. Тағы дубль жасайық. Жүрек тез соғады, бірақ музыка басталғанда бәрі жоғалады. Осы бірнеше секундтық кадр үшін сағаттар кетеді. Бірақ дәл сол сәт үшін біз бәріне дайынбыз. Окей, керемет! Кейде демалып отырып ойланасың. Айдол болу оңай емес. Бірақ сахнаға шыққанда фанаттардың қолдауы бәрін ақтайды. Сол үшін жалғастырамын. Кейде күлкілі, кейде өте байсалды. Ал дайын фотода сол еңбектің нәтижесі. Міне, клип пен фотосессияның артында осындай күн өтеді. Егер бұл видео саған ұнаса, лайк басып пікір қалдыр. Келесіде тағы қандай айдол өмірін көргің келеді? Лайм сенімен болды. Рахмет.